Вьетнам ең арзан қалалардың бірі болып есептеледі. Шипажай аймағы басқа мемлекеттермен салыстырғанда әлде қайда арзан. Мысалы, дәстүрлі вьетнамдық сорпаны небары 250 теңгеге іше алады екенсіз. Ал толыққанды түскі ас 750 теңге тұрады. Дегенмен тағамы кез келген адамның көңілінен шықпасы анық. Грузия халқы қонақжайлылығымен қатар арзан саяхаттауға болатын мемлекеттердің бірі болып саналады. Мысалы, толыққанды түскі асты 1500 теңгеге жуық ақшаға сатып алады екенсіз. Қалалық қоғамдық көліктердің бағасы 50 теңге. Еуропа мемлекеттерінің бабын тапқан адам қолжетімді ақшада саяхаттай алады. Ал солардың ішінде Венгрия мен Чехия мемлекеттері ең арзаны болып есептелінеді. Сәулет өнері мен ескерткіштеріне толы мемлекеттің екеуі де өз алдына әдемі. Венгрия дәмді шараптың отаны болса, Чехия сыраның отаны болып есептеледі. Сізді арзан демалыс Африкада орналасқан Марокко мемлекетінде күтіп тұр. Ал құны жағынан қазақстандық бағалардан еш айырмашылығы жоқ. Ең бастысы шабананыңызға аз ғана дүние салып барғаныңыз жөн. Себебі арзанға түсетін шоппингтен де рахат аласыз. Және әлемдегі ең дәмді құны 50 теңгелік апельсиннің дәмін татып көресіз.